жүрегің қалі, ғасырдан ғасырға тарап келе жатқан домбыра дүбірі. Қазақтың тамырын бойлап, қарына тарап, оның жанында жаңқырап жатқан анық. Қазақ әдебиетінің жыр дөптері, поэзиясы құлагер атанған Ілияс Жансүгіровтің туған шығармалардың бір қатары майталман өнер иелеріне арналған. Әнші, күй, құлагер сынды аталған шығармалардың бір қатары Күйші поэмасы. Күйші поэмасында 90 күйдің тамжығанды соған тауып, көпшіліктің таңдайын қақтырған қос жас күйшінің тағдыры сөз болады. Күйші сарайды күйге бөліп, оның қанды да, оның қарнасы қара шашты да қайран қалдырады. Біресе ағыт толып, күй сұлдырап, тербетіп, тыңдағанын көлін ұрғап, бұлақтай таудан тасып, тастан ұрғып, аңқылдап жатыр жосып, сайдың қоп. Осылайша күйші хан кенені біресе қазақтың кең даласына шаратса, біресе өткен заманда азат күндерді аңсатады. Қиғаш оқиғалары мен танымал поэмада бас бостандығын айырған күйшінің шарас халі, еріксіз күйі әсері суреттейді. Алайда оның жанын жалуы мен қуат мен қорғаны осы домбыра мен күйі болып табылады. Ілияс ақынның Күйші поэмасы қалың оқырмандардың жүрегіне жол табар ғажайып туынды. Барлық кітап сүйер достарымды Күйші поэмасын оқуға шақырамын.